Саған шындықты айтуға тиіспін. Түрмеде жатып, өз-өзіме сыймай, ойым онға, санам санға бөлінді. Сенің анаңды нашақор еткенде, тіпті оның өліміне себепкер болғанда, жалғыз мен, мына мен кінәлімін. Дүниенің соңына түскен бейшара әкеңді кешіре алмассың. Иә, мен нашар әкемін, тіпті әкемін деп айтуға да хақым жоқ шығар. Құдайда, сенің не кінәң бар еді? Сорлы балай, сорлы балай. Dana, gülüsün mü? Aman. Kırk türlü. Жай жүрсің бе? Жай жүргенде жай емес, жұмыс деген бастан асады. Өткендегі әлең дегенде қол жеткізген тендер бар емес па? Дана! Дана! Дана, кел мұнда отыр. Дана, саған не болған? Жаным сол, мен сені қалай сағынам. Русик, тұра тұршы деймін. Мынауың Дана. Бұл бірге жұмыс жасайтын жігіт. Менің серіктесім Аман. Ал бұл Руслан. Сонда не, сенің серіктесің болса, үйіңнің төріне келіп, жұмыс жасайсыңдар ма? Әлде бұл сен үйің төріне отырып алатын? Қатты жақының деді. Русик, о не дегенің? Жұмыс бабымен келген. Өзі де кетейін деп жатыр. Солай ғой, Аман? Солай.
Дана, менің саған келген себебімді айтайын. 2 ай бойы маңдай терімізбен тапқан тендеріміз уысымыздан ұшып барады. Дана, жұмысқа орал, кездескенше. Русикжан, Тоқта, есік жапшы. Русик. Сен неге бөтен адамды көргізесің? Русикжан, қош, әкелдің бе соны айтшы. Әкелуіне әкелдік қой. Бірақ... Ақысы ма? Бұл мәселе емес. Русик. Жаным, мынауың аз. Мен саған өткен жолғысынан да кереметін алып келдім. Солай ма? Бірақ ол баттап тұрады. Шәрет, оны қош. Русик, ақсаған ақша ма? Енді мынауың дұрыс. Жүр мен саған одан да көрсетейін. Жаным сол. Мен саған білесің ба не алып келдім? Мен саған Русик, кереметін алып келдім, жаным. осы ғой маған керек. Тоқта, асықпа. Кел, одан да мен саған беріп отыр. Қазір оның біреуінің дәмін татсам, бүткіл әлем сендік болады. Енді асықпа, көзіңді жұм. Аузыңды аш. Енді 10-ға дейін сана. 4. Русик, мынауың деген керемет қой. Русик, рахмет саған. Кешіріңіз. Ұйқыңыз бұл жеріме кешіріңіз. Сізді демалысқа бара берсін деді. Кім? Аман Жорабекович. Неге? Дәулетке қарап өзім қарайтын болдым, маған тапсырды. Дәулет қандай? Дәулет сол Аман Жорабековичтің қасында отыр мына жақта. Сонда Аман Жорабекович өзі рұқсат берді ме? Иә, өзі рұқсат етті. Ренжімеңіз. Сонда мен боспын ба? Сіз боссыз. Сау болыңыз. Аман, қайдасың? Мен келдім. Аман екенсің ғой әйтеуір. Жеттінде не болып жатыр? Отыр. Ақша келдің бе? Дана, есіңді жи. Бұл ақша сенің әкеңнен қалған ғой емес па? Сен маған ақыл айту үшін келдің бе? Дана, сен маған айтқан сөздерің есіңде ма? Уәделерің қайда? Алдыңа қойған мақсаттарың, біздердің жоспарларымыз қайда?
сонша көп ақшаны сен не істейсің? Айттым ғой саған шетелге кетеді деп, неге түсінбейсің? Дана, сен өтірік айтпа. Сен өтірік айта алмайсың. Сенің мына қалтыраған қолдарыңды көріп, мен барлығын сезіп отырмын. Осы Руслан пайда болғалы сен қатты өзгергенсің. Жетер енді. Менің шыдамым таусылды. Ақшаны бер де, кет бұл жерден құра. Менің өміріме араласатындай. Сен ешкім емессің, түсіндің бе? Солайды. Саған керек ақша ғой. Мә ақша. Мейлі, кетейін. Бірақ мен бәрін білем. Сен нашақорсың. Алло, Русик, мен ақша таптым. Алло, Бердіғали, қайдасың? Маған келіп кет, бір шаруа бар еді. Қалай, братишка? Қалай ақша алып келмейді? Абайлап жүр. Неге сәлем айт. Абайлап жүр. Осында барласың. Әттен звондапты. Давай, жақсы. Алжан, қалайсың? Қайдасың? Сүйгім еді. Сені қалай сағынғанымды білсең ғой. Әрине. Бәрі окей болады. Саған келе жатыр. Мен сені күтіп жүрмін. Қашан келесің? Жаным саған не алғандығы? Жан, ештеңе аямайтынды білесің ғой. О, жаным, міне мен де келдім. Қалай ұнайды ма? Ғашық жан, сен сүйінші. Хорошо, жаным. Білесің, мынау қаладағы ең керемет қонақ үйлердің бірі. Саған ұнайды. Сәлемет қайда бәрі? Сәлематсыздар ма? Көңілмен жатыр. Жаным сол. Жоларға өтіп емес па?
Руслан қайда деймін саған? Саған не үшін айтуым керек? Бар да өзің тауып ал. Ол қайда? Ол менің ақшамды алып қайда кетті? Айт мен саған. Сен сөз ұқпайсың ба? Кет бұл жерде. Сен қайда екенін айтпайша, кетпеймін мен бұл жерде. Мынаудың есі дұрыс емес па? Сен не құрсын? Сен қайда жүрсің? Неге телефоныңды өшіріп тастадың? Тыңда, қаласам өшірем, қаласам құрсам. Неге жоғалып кеттің? Менің ақшам қайда оңбаған? Ақшам қайда деймін саған? Қайдағы ақша? Бұл ақшаны өзің құртқан жоқсың ба? Сен маған не демедің оңбаған? Басында берген уәде қайда? Мына ішімдей бала неге ойнамайсың? Бала? Қайдағы бала? Қайдағы бала? Қайдағы бала? Сен секілді нашақордың баласы кімге керек? Енді одан былай мені іздейтін болсам, өлтірем! Түсіндің бе? Өлтірем! Дәулет, көңіл күйің қалай? Әне қарашы. Күн де батып барады. Қандай әдемі, Дәулетжан? Я, керемет. Кел мұнда отырып біраз әңгімелесейік, сырласайық. Саған өткендегі қызық оқиғаны айтып берейін. Ертедегі патша өмірінде оның байлығы мен дәулеті тасыған шын жасты бай болса да, бір адам өлсе, бір жолдас қоса сөнеді. Бір кезде біреу осылай маған деп еді. Есімде әлі, біреудің бұлай дегені, бір адам туса, бір жолдас бірге келеді. Сенбесең сенбе, осыған әйтеу мен сенем. Құлазып қалам, бір жұлдыз ағып сөнсе мен. Несі бар оның? Айып па адам тағдырын, бүкіл ғаламның биіктігімен өлшеген. Аспанда кейде бір жұлдыз ағып баратса, тұрамда қалам, бір алмай қалған сағатша. Керемет неткен адамның келте өмірін, жұлдыз бен жердің қашықтығынан жаратса. я, қарашы, далада сондай әдем болып тұр. Алло. Сиди.
көрдім Бердіғали, келді. Әзірше маған ешкім кіргізбеді. Уағалейкумассалам. Ал кел жайғас. Ал кешегіден қандай жаңалықтар бар? Барлық мәлімет мынаның ішінде. Ал көрейік. Оңбаған. Осылай боларын ішін сезіп еді. Ойымда расталды. Бір таңғаларлық жайт, есірткіні кез келген жерде сата береді екен. Және де қатты сақтанбайтын сияқты. Жексұрынның есілдері тақшы болған соң, сақтанып тоңтып кеткен ғой. Оның үстіне әлгі күркесін танытатын көк жолдарда әлі кездеспеген ғой. Оның қай жерде туатынын, немен жұмыс жасап жатқанын білесің ба? Барлығын анықтадым, қай жерге баратынын, қай жерде болатынын. Ендеше көп созбайық, кешке барайық. Егер жай ғана ескерту жасаймыз, оған көнбесе, өз обалы өзіне. Мынау бүгінгі ақпаратыма. Рахмет. Ал жігіт, көңіл күйің қалай? Сен әлгі аман емессің ба? Дәл сол аманның өзі, ұмытпапсың ғой. Сен мені аңдып жүрген жоқсың ба? Иә, мен сенімен еркекше сөйлесуге келдім. Сен менімен? Сенімен. Алай ендеше. Сыртқа шығай, қарсы болмасаң, сыртқа шығып сөйлесейік. Шығай. Мен сенің кім екеніңді және немен алысатынды білем. Сонда мен кім екенмін? Мен сенімен айтып сұрады уақытым жоқ. Мен саған бірақ нәрсе айтам. Сен Данаға жолама. Данаға? Иә, Данаға жолама. Егер Данаға бір нәрсе болатын болса, жер басып жүре алмайсың. Бауырым, Данада мен ешқандай шаруам жоқ. Дананың өзі менің артымнан қалмай жүрген. Түсініп қой, Данаға бір нәрсе болса, менен жақсылық күтпе. Бүгін дала сондай керемет болып тұр. Біраз таза ауада отырып, сырласайық деп жатыр. Жарайсың. Бүгін тамақты да жақсы жедім. Мен сенімен танысқаныма 2-ақ күн өтсе де, сені өмір бақи білетін сияқтымын. Сен сондай мейірімдісің, ақ көңілсің, жарайсың. Ол жаққа қарағанда, маған мұнда жақсы қарайды. Мен де келгеніме 2 күн болса да,
Сізді бұрыннан білетін адам сияқты бауыр басып кеттім. Неге екен білмеймін. Одан бері қанша уақыт өтсе де, сол оқиға есімнен кетпей қойды. Жексенбі күні болатын. Бәріміз теледидар алдына жиналдық. Онда әкемен бала жайлы кино болып жатты. Кинода кішкентай баланың мұғаліміне мақтана айтып жатқан сөзі көкейімде тұрып қалды. Ол не айтты? Әрбір ол өз әкесіне ұқсағысы келеді, деді ол. Мен осы сөзді естіп, кенет күліп жібердім. Сол кезде тәрбиеші апай көргенсіз деп желкемнен түйіп жіберді. Ал мен одан бетер есінен адасқан жынды адамша күле бердім. Тек бетіме шапалақ шарт өткенде ғана есімді жиып кілт тоқтай қалдым. Олай шынында да өте қатыгез, өте қатал адам екен. Осынша уақыт оның осындай қатыгездігіне шыдай бергенше, неге Аман ағаңа бір ауыз айтпадың? Неге бір ауыз ескертпедің, Дәулетжан аға? Жоқ, ол сіз ойлағандай жаман адам емес. Ол кісі бар болғаны шаршайды. Мен өз қолдарыммен тамақ іше алмаймын. Өз аяқтарыммен жүре алмағасын. Тіпті анау тұрған әжетханаға өз аяқтарыммен бара алмайтын болған соң, ол кісінің ешқандай күнәсі жоқ. Жарығым, осыншалықты ақ көңіл болғаны қалай? Заман қаншалықты қатыгез болса да, сен соншалықты мейірімдісің, соншалықты рахымдысың. Дәулет, мен саған бірдеңе айтсам ренжімейсің бе? Мен бүгін таңертең сенің бөлмеңе бардым. Сен ұйықтап жатыр екенсің. Төсегіңді жөндемек болып, жастығыңды сырғанымда астына бірнеше хаттар жерге түсіп кетті. Еріксіз көзіме түсіп, хаттарды қолыма алып. Демек, сіз оны оқыдыңыз ғой? Иә. Ол менің әкемнің, ол менің жауыз әкемнің маған жазған хаттары болатын. Мен кейде ойлаймын, білесіз бе? Менің өзімді дүниеге әкелген әкем мен шешемнің кім екендерін білмегенім дұрыс болар ма еді? Кім білсін? Шаршадым. Мені бөлмеме барып шам. Жақсы. Барып жатқызайын. Шаршадым. Шынында да.
ана қыз сияқты майысқанда анау соның жағын айыр Оу, бауырым, қайда бара жатырсың? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалям. Сен кімсің? Танымадым. Жігіттер бар, жүр, жігітше сөйлесейік. Беканың атынан келіп тұрмыз. Ұстаңдар, жігіттер! тоқта. Самка оңдырмайым. Руслан! Руслан! Стойдар, стойдар! Ашық болдың ба? Бек сені күтіп отырмын. Алло. Иә. Екі лимон. Ертең сен әкелуің керек. Сүйіндерші. Беканың өзі қайда? Түсіндіріп айтам. Жігіттер сүйіндерші, Бека қайда? Жігіттер сүйіндерші. Бека, қайда қашқалы тұрсың? Беканың еш қайда қашқан жоқ. Бека, Білесің ба, бұл қалада менің қашқан адам таң көрмеген. Бека. Бека деуме. Сен бүгін кешке ақшаңды маған 2 есе қылып әкелмесең, сен де таң көрмесің. Түсіндің ба? Бека түсіндім. Бека түсіндім. Бека. Ана! Бека! 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 Bir hafta versin Beka! Bir haftada sen ölürsün. Bugün tangga değil. Әкелмесең ölürsün. Все. Таля! Yürüdüm
Так, Оразғалиев. Қашаннан бері есірткімен айналып жүрсіз. Мен саған айтып тұрмын. 6 айдан бері немен айналысып, бәрін естіп тыңдап отырмыз. Жеңілдікпен жақсы. Бәрі жала. Жала! Ешқандай есітті білмеймін. Ешкімді танымаймын. Онда ақшалар мына ақшалар кімдікі? Білмеймін. Жақсы, білмейді дейсіз. Мына есіктер қайдан шықты онда? Маған өзімді қорғаушым керек. Қорғаушым болмаса мен ештеңе қолдап қоймаймын. Не дейсіз? Менің кегімем сол. Фотосуреттерге не айтасыз? Жасөспірімдер алда барба, жас қыздарды зорла. Бұл берген емес. Ойындаңыз, жолдас Оразғалиев. Лаура, кел айналайын. Саламатсыз ба? Келіңіз, жайғасыңыз. Дәулеттің қазір жағдай қалай, жақсы ма? Жағдай жақсы. Ауруханадан шығып үйге келгелі бері қуанып жүр өзі. Әлгі Германиядан алынған екпенің жақсы нәтижесін бергендесі мен де бір қуанып қалдым. Өкініш сол, мен Дәулеттің жанында көп бола бермеймін. Жұмыс барысымен қалаға дегендей. Оның үстіне Дәулетті маған ренжитін сияқты. Жоқ, о не дегеніңіз? Керісінше Дәулет сізді өте жақсы көреді. Иә, әр сөзінде сізді мақтап та, мақтанып та айтып отырады. Дәулет жалпы өте ақылды, ерекше бала ғой. Сізден сұрайын деп жүредім. Шынында да оның анасы да сондай бір жақсы адам болған шығар деп кейде өзім ойлаймын. Иә, анасы керемет жан еді. Мен Дананы алғаш көргенімде ол небәрі 16 жаста еді. Дананың әкесі Болат аға маған көп көмектесті. Маған туған ұлындай көмектесіп. Әлі есімде Болат аға жол апатына ұшырап,
өмір мен өлімнің арасында қатты қиналып жатқан кезде мені жанына шақырып алып, Дана саған аманат деді де кете барды. Сол күннен бастап мен Данаға туған ағасындай қарап, аманатқа қиянат жасама дегендей оқыттым, жұмыс барысымен таныстырдым. Ол өзінің пысықтығыменен жұмысты алып шықты. Дана ақ көңіл сенгіш еді. Сол сенгіштігінің арқасында бар өмірінің күл талқаны шықты. Иә, маған Дәулет бәрін айтқан. Жалпы менің түсінбейтінім, Дана соншақты ақылды, соншақты білімді бола тұра, неге нашақорлыққа салынды екен деп ойлаймын. Әлгі оңбаған Руслан жас қыздың көзін байлап, үлкен жоспар құрды. Сол арманына жетіп, ақыр соны құтылдым демесін. Сіз оған ара түсіп көмектескен шығарсыз? Иә. Руслан өз жазасын өтеп жатыр. Қылмыс үстінде ұсталды. Иә. Ол кісі заң жазасы емес, ар жазасының алдында қаншалықты қиналатынын енді түсінген шығар деп ойлаймын. Кім біледі? Мен кейде ойлаймын, дер кезінде Дананы тапқанда мүмкін Дана тірі болар ма еді. Дәулетім сау туылар ма еді. Мен Дананы табаным тозғанша іздедім. Бірақ Дана мен ойлағаннан да қатты өзгеріп кетіпті. Ей, дүние-ай. Мына қыстағы келген бе, мына жерге шық мына жерден. Кет бас, кет ары, шақырып бол. Албасты сенің. Вы нам мешаете, пожалуйста, выйдите вон отсюда. Давлениесін 100/100. Так, сердцебиение страдает. Девочки, берите каталки в операционную, быстро.
Мы сделали все, что было в наших руках. Мы не потеряем. Успокойтесь. Вы мужчина. Ал баланың жағдайы қалай? Он жив. Насчет него вы спросите у врача-педиатра. Шешем мені алдыруды ойлаған. Әкемде де мейірім жоқ әкелек. Дүниеге әлі келе қоймаған. Сәби едім, менің атам қателік. Дәулетжан, сен осында отыр екенсің ғой. Халің қалай? Вақытыңыз болса, менің қасымда кішкене тұра тұрасыз ба? Әрине тұра тұрайын. Маған бесік жағын айтып бересіз бе? Білесіз бе? Мен осы бесік жырын тыңдаған сайын өзім өмірімде көрмеген марқұм анамды көз алдыма елестетем. Есірткі сатып есірген әкемнің алдауына, арбауына түскен аңқау анамды ойлаймын. Ал сол әкем сияқтылар қаншама баланы менімен тағдырлас етіп жатқандарын түсінем екен. Ал әкемше, есірткі сатып есірген әкем әке деген атқа лайық па? Лайық емес. Әрине лайық емес. Иә. Аман ағалар қашан келеді? Аман ағам бүгін сәл кешіңгіреп келетін шығар, жиналысы бар екен. Әкел. Аман ағам саған үлкен тосын сый жасағалы жүр. Солай ма? Ол қандай тосын сый? Тосын сыйды айтуға болмайды. Қазір қонақтары келіп қалар. Қазір мен қашайын. Ерболат ағалар шыжырап келген. Иә, қазір көрейін. Дәулет, анда... Білесің ба, мен осы күнді қанша күттім. Аға, сіз... Аға? Қарындасым, кешір. Ағам, кішкене уақыт берші баламмен сөйлесіп алайыншы. Мен бұл күнді ұзақ күттім, қарындасым. Кішкене уақыт берші, өтінемін сізден, қарындасым. Дәулет. Қарындасым, өтінемін.
Кішкене уақыт беріңізші. Баламмен өзім сөйлесейінші, жеке сөйлесейінші. Рұқсат етіңіз, қарындасым. Жақсы. Мен қазір келем бірінші. Балам. Бүгін осы уақытыдан болса сені іздеумен балам, білесің бе, мен осы күнде қанша жыл күттім балам. Кетіңіз. Жақындамаңыз маған. Кетіңіз. Балам, олай демеші маған балам. Кетіңіз. Балам, кешірші мені. Кетіңіз деймін мен сізге. Жоламаңыз маған. Балам. Сіз не білесіз? Білесіз бе? Менің 20 жыл бойғы азапқа толы өмірімді білесіз бе? Таңы қарып атқаннан, кеш қарайып батқанға дейінгі менімен ешкімнің сөйлескісі келмей, әжімалап күні сақтайын ала бері аяйтындарын білесіз бе? Жоқ, білмейсіз. Кетіңіз! Кетіңіз бұл жерде! Кетіңіз! Кетіңіз! Жанымды ұзамай кетіңіз! Әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарымда дар, бөленіп жатар бақытқа апар. Ей өмір, әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарымда дар, бөленіп жатар бақытқа апар. Күн мен түн таласып жарысқан, жандар көп өмірмен алысқан. Талайдың басынан бақ ұшқан, талайлар өмірде табысқан. Тәтті ғой бұл өмір жағымды, өмірге салып қал жаныңды. Өткенің келмейді өкінсең, өмірден алып қал барыңды. Ей өмір, әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарымда дар, бөленіп жатар бақытқа апар.
Өмірге келгеннің бағы бар, түсінсең өмірдің жаны бар. Өмір мен шырағың жағы